Қайырлы кеш, құрметті ханымдар мен мырзалар. Армысыздар, қадірменді көрермен. Қай кезеңде де асыл мұратынан айнымаған елдіктің туын биік көтерген отандық баспасөз, радио және интернет журналистика саласындағы үздіктерге шабыт беретін Үркер ұлттық сыйлығының марапаттау рәсіміне қош келдіңіздер! Мы начинаем, друзья, и знаете, участниками этого конкурса стали региональные производители медиаконтента, республиканские и международные радиостанции и, конечно же, печатные и интернет-издательства. Между прочим, заявки были поданы с 8 августа по 4 сентября. Биыл 12 номинация бойынша 450 өтінім қабылданып, кейінгі 4 жыл бойынша рекордтық көрсеткішке жетті. Сол 450-дің ішінде 100-ден жүйрік шыққан 48 номинант шорт парақшаға іліні бүгінгі айтулы кештен құрметті қонақ болып отыр. Ендеше үздіктерге бір қошемет ұрып қоя қарамызда отыр. Олай болса, ұзаққа созбай бастайық, Ғалымжан. Алғашқы құттықтау сөз Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрі Балаева Аида ғалымқызына беріледі. Қош келдіңіз. Қайырлы кеш, құрметті қауым, ханымдар мен мырзалар. Үркер ұлттық бәйгесінің кезекті марапаттау рәсіміне қош келдіңіздер. Жыл сайын игі дәстүрге айналған осы шарада өздеріңізбен жүздесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі медиа тек ақпарат таратудың көзі ғана емес, ол елдің әлеуметтік рухани өміріне терең араласып, қоғамның тыныс тіршілігіне баға беретін бірегей салаға айналды. Ақпарат саясатты, сауатты, елдің идеологиялық қуаты да зор болатыны сөзсіз. Бұл орайда мемлекет басшысы Түркістанда өткен ұлттық құрылтайда масс-медиа саласының елімізді жаңғырту ісінде ерекше ықпал ететінін айтқан болатын. Сондықтан да бұл саладағы әрбір жаңашылдық президенттің үнемі назарында, ерекше бақылауында. Биылғы жыл еліміздің ақпарат саласы үшін маңызды бір қатар құжаттар қабылдаған жыл болды. Ең бастысы, мемлекеттік ақпараттық саясаттың негізгі бағдарын айқындайтын құжат ақпараттық доктринаны қабылдадық. Қоғам үшін, оның ішінде өскелең ұрпақтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған онлайн платформалар және онлайн жарнама туралы заңды бекіттік. Сондықтан бұл жаңашылықтар ел игілігіне қызмет ететініне мен сенімдімін. Өздеріңіз білесіздер, 3 күн бойы Астана Медиа Week шарасы аясында медиа саланың өзекті мәселелері жан-жақты талқыланды. Шетелдік және отандық үздік сарапшылар қатысқан келелі кездесулер өтті. Осы ауқымды да қарқынды шараның қорытындысы ретінде бүгін Үркер сыйлығының жеңімпаздарын марапатталғалы отырмыз. Әр жыл сайын Үркер сыйлығы жобасының өз жаңалығы болады. Осы дәстүрден айнымай, биыл да байқауға 3 жаңа номинация қосылып отыр. Олар үздік подкаст, үздік халықаралық бұқаралық ақпарат құралдары, үздік YouTube арнасы атылымдары. Біз әрқашанда жаңа медианың дамуына, креативті индустрияның өркендеуіне қолдау көрсетуді жалғастыра беретін боламыз. Дорогие друзья, прошедшая неделя была продуктивной и плодотворной. Отдавая должное всем профессионалам медиасферы, сегодня мы собрались, чтобы наградить тех, кто особенно выделился в профессии в текущем году. В этом году для участия в конкурсе поступило рекордное количество заявок, их 450. До этого времени у нас было в общем 74 победителя. В этом году мы заявим еще 13. Выбор был непростым. Тем не менее, уверена, что наше жюри своим решением определило лучших из лучших. Отдельно благодарю каждого из них за проделанную кропотливую работу. Пользуясь случаем, желаю всем причастным к медиасфере, к журналистике, а также всем гостям нашего мероприятия
жизненной энергии, новых успешных проектов и неиссякаемого творческого вдохновения. Рахмет. Тамаша. Көп рахмет. Айда ханым, сахна төрінде қалуыңызды сұраймыз. Өйткені дәл қазір меніңше уақытты созбай марапаттау рәсімін бастау қажет секілді. Бірінші аталым бойынша өзіңіз марапат иесін қазір анықтап жарияласаңыз, ал номинанттар қатарында кімдер бар екен, экранға назар аударыңыздар. Жылдың үздік сұхбаты. Лейла Тастанова, Тайм КЗ. Эльмира Асқарқызы, Нұр КЗ. Айхан Шәріп, Айқын газеті. Мирамтай Иманғали, Дидар газеті. Шығыс Қазақстан облысы. Міне, үздіктер және сіздің қошеметтеріңіз үздіктерге. А я напоминаю, было 450 заявок, 90 из них вышли в финал. И вот она, четверка финалистов, друзья. Еще раз поддержим бурными овациями. Ал енді, Айда Қалғызым, жеңімпаз есімін атасаңыз. Үздік сұхбаты Лейла Тастанова, time.kz. Лейла Тастанова, жылдың үздік сұхбаты. Кәнеке қошеметтен қояйық, құрметті әріптестер. Лейла Тастанова, алғашқы номинацияның жеңімпазы, жылдың үздік сұхбаты. Лучшее интервью года. Лейла Тастанова, друзья. Первый победитель премии «Үркер», друзья. Ваши аплодисменты. Лейла ханым, айтарыңыз болса. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо большое за это признание. Для меня награда это очень ценна, потому что я уже дважды была номинирована на «Үркер» и оба раза пролетала. Была ли я расстроена? Врать не буду, да, очень расстраивалась, даже плакала. Но, с другой стороны, я понимала, что это стимул оттачивать свое мастерство. Давайте взращивать нашу внутреннюю свободу. Давайте, несмотря ни на какие события в нашей стране, несмотря ни на какие обстоятельства, беречь, как зеницу ока, наши права, права наших граждан, защищать нашу страну. Мы можем это делать с помощью нашего слова. Спасибо всем огромное, желаю всем победы. Благодарю жюри за высокую оценку. Спасибо. Еще раз поздравляем вас искренне. Эти овации звучат в вашу честь. Мы вас провожаем. Первый победитель национальной премии «Үркер», друзья. Айда Қалғызы. Үлкен жеңістердің артында қыруар еңбек. Еңбектеріңіз жана берсін, әріптестер. Көп рахмет, Айда Қалғызы. Алғыс білдіреміз. Знаете, среди всех сотрудников средств массовой информации хочется отметить нелегкий труд журналистов, которые готовят репортажи, Галмжан. Ведь они не просто участвуют и находятся в эпицентре чрезвычайных событий, всех природных катаклизмов, они еще передают новости очень креативно. Я дұрыс айтасыз, келсем, репортаж жасайтын әріптестеріміз күндізде, түнде, тіпті демалыс күндерде еңбек етеді, түнделетіп қалып, монтаж жасайтындарын да жақсы білеміз. Сондықтан да нағыз еңбек пен ойымша осы жандардікі репортаж жасайтын әріптестерімізге бір қошеметтеріңіз болса. Осы ретте. Да, труд нужно ценить, так и в нашем состязании, где выявляются лучшие из лучших. Конечно же, не будут забыты и эти коллеги, которые создают для нас суперкреативные репортажи. Итак, друзья, давайте узнаем, кто вошел в список кандидатов на номинацию «Лучший репортаж года». Внимание на экран. Жылдың үздік репортажы. Рабиға Дүйсенғұлова, Тенгриньюз КЗ. Санат Урналиев, Информбюро КЗ. Арайлым Мұрат, Информбюро КЗ. Дина Әділ, Қаз 365.kz, Жаңа Қазақстан порталы. Ағылы жеңімпаздың есімін жариялау және үркер сыйлығын тапсыру үшін сахнаға белгілі журналист, медиа-менеджер, Қазтаг халықаралық ақпараттық агенттігінің тең құрылтайшысы, Қазылар алқасының мүшесі Әсет Матаев шақырылады. Әсет мырза, қош келдіңіз. Қайырлы кеш, әріптестер. Жылдың үздік репортажы, лучший репортаж года. Рабиға Дүйсенғұлова, Тенгриньюз КЗ. Рабиға Дүйсенғұлова,
жылдың ең үздік репортажы Үркер сыйлығының иегері. Құтты болсын. Второй победитель, друзья, национальной премии «Үркер». Рабиға ханым, айтарыңыз болса. Добрый вечер. Я хочу сказать, что я понимаю, что сейчас обстановка очень праздная, веселая, но все же мне хочется вспомнить. Мой репортаж был о пожарах в Абайской области. Я поехала туда, и там я почувствовала себя настоящим журналистом. Надеюсь, мне удалось передать настоящую боль национальную, которую мы испытали тогда в Абайской области. Это была серия репортажей. Да, и мне хочется поблагодарить отсюда пожарных наших, лесничих, за их труд и за их работу. Көп рахмет, расмет. Еще раз поздравляем, спасибо за труд, за проделанную работу. Алаш арысы Міржақ Дулатлы халыққа қызмет етемін деген кісіге бәрібір. Депутат бол, газет шығар, бала оқыт деген. Мұнда әр адам алдына қызмет қылу үшін өз мамандығына адал болу керектігін меңзеп тұрғандай менің ойымша. Бұл сөз біздің әлеуметтік саланы қаузап жүрген тілшілерге де қатысты ғой деген ой келеді. Дәл солай, толықтай келісемін. Ғалымжан, я с тобой полностью согласна. И вот выслушать проблемы людей, которые хотят рассказать о своей проблеме всей стране. И вот задача всех журналистов, которые находятся на этой съемке, передать суть и, главное, добиться результата. Поэтому вот здесь, мне кажется, отдельные аплодисменты всем журналистам, которые пытаются достичь результата любым путем. Тем самым вкладывая, конечно же, свои усилия и заслугу на благо общества. Итак, давайте обратим внимание, друзья, на экран, и мы узнаем имена этих героев. Әлеуметтік тақырыптағы үздік материалы. Индира Садбаева. Вечерний Алматы газеті. Алматы қаласы. Айбек Тасқалиев. Ақтөбе газеті. Ақтөбе облысы. Амангүл Тілейқызы. Ел.кз. Қажет Андас. Жетісу газеті. Жетісу облысы. Ал үздіктердің ішіндегі үздікті анықтайтын мезет жетті. Қазақстан Республикасы президенттің кеңесшісі, президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәлиұлын сахнаға шақырамыз. Қош келдіңіз. Кезекті жеңімпаздың есімін білеміз әлі қазір. Қайырлы күн, әріптестер. Өздеріңізбен қауышып отырған өте қуаныштымын. Шынын айтуымыз керек, осы Үркер ұлттық байқауы біздің әріптестеріміздің бір асыға күтетін ұлттық мерекесіне, бәйгесіне айналды. Осы жылдар аралығында біздің министрлігіміз өте жоғары деңгейде ұйымдастырып келе жатыр. Бүгінде міне бүгінгі мен табыс ететін аталымның өзі де әлеуметтік тақырыптағы үздік материал. Өздеріңіз білесіздер, мүмкін сәйкестік, мүмкін осылай жоспарланды ма. Енді қазір таңда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы халық үніне құлақ асатын концепциясымен қазір таңда елдің арасында кеңінен танымал. Шын мәнісінде елдің мұқтажын, айтып жүрген мәселелерін көтеретін, оны халыққа жеткізетін осы біздің әріптестер. Яғни әлеуметтік тақырыпты қаузайтын журналистер. Яғни бүгінгі осындай номинацияны табыстауға шығу мен үшін де үлкен мәртебе болмақ. Амангүл Тілеуқызы. Амангүл Тілеуқызы, қошеметтеріңіз. Лучшее социальное расследование, друзья, и лучший журналист в этой сфере. Амангүл Тілеуқызы, ваши аплодисменты. Ал, Амангүл ханым, жеңісіңіз құтты болсын. Сөз тізгін өзіңізде. Армысыздар, Үркер ұлттық бәйгесіне жиналған қауым. Бұл менің Үркердегі алғашқы жүлдем, сондықтан да қатты қобалжып тұрмын. Бұл менің ғана емес, Қазконтент ұйымының Елкизет ақпараттық агенттігінің жетістігі деп ойлаймын. Және әрине менің үйде отырып, тақымын қысып, менің тілеуімді тілеп отырған ата-анамның да арқасы деп білемін. Жалпы бұл байқау журналистерді жыл сайын шыңдары анық, шыңдай түсері анық.
Сондықтан да Мәдениет және ақпарат министрлігіне, барлық ұйымдастырушыларға алғыс білдіремін. Рахмет. Жеңісіңіз құтты болсын. Бұл қошеметтердің барлығы сіздің құрметіңізге. Көп рахмет. Алғашқы 3 номинацияның жеңімпаздарын білдік. Шын жүректен құтты болсын дегіміз келеді. Енді ұйымдастырушылар өз тарапынан Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясына және Хабар агенттігі акционерлік қоғамына алғыс білдіреді. Да, организаторы выражают благодарность спонсорам мероприятия Республиканской телерадиокорпорации Казахстан и акционерному обществу агентству Хабар. Давайте выразим благодарность в виде аплодисментов. Ал дәл қазір Қазақстан дауысы балалар жобасының 2023 жылғы финалисті Жасмина Түзелова сіздер үшін ән шырқайды. Қошеметтеріңізді амаңыздар. Қарсы алыңыздар. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hands, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars so still from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, 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 never for me, for me. Never enough, never enough, never enough for me, for my. All the shine, all 1,000 spotlights, all the stars so still from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, 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 never for me, for me. Never enough, never, never, never enough, never, never, never enough. Whoa, for me, for my. Ай, керемет. Жасмина Түзелова, қошеметтеріңіз. Қазақстан дауысы балалар мега жобасының финалистім былтырғы. Ал біз марапаттау рәсімін одан әрі жалғастырамыз. Журналист ізденістің адамы қай тақырыпты қозғаса да тыңғылықты зерттеуді талап ететін өте жақсы түсінеді. Бауыржан Момышұлы зерттеуді үйренбей, білу де істей алуда мүмкін емес дегенді осындайда айтқан мен ойымша. Дәл солай. Ну и писать, знаешь, Галбжан, на тему журналистских расследований еще сложнее. Для этого, помимо обладания обширными знаниями и разносторонности, нужно еще и умение проявлять настойчивость. Келісемін. Үздік журналистік зерттеу номинациясы бойынша берілетін
биылғы үркер сыйлығы белгілі журналист, жазушы Сейдахмет Бердіқұлов атында. Ол журналистикада қазақ спорты жанрының негізін қалады демек. Мұндай марапатқа ие болу асқан мәртебе. Құрметті әріптестер, ендеше номинанттармен таныс болайық, экранға назар аударыңыздар. Жылдың үздік журналистік зерттеуі. Сейдахмет Бердіқұлов атындағы арнайы номинация. Талғат Батырхан, Егемен Қазақстан газеті. Карина Нигметова, Көкшетау.инфо, Ақмола облысы. Анна Величко, Голос народа.кз. Евгения Максимова, Жайықпресс.кз, Батыс Қазақстан облысы. Вот, 4 лучших, друзья. Давайте еще раз поддержим и узнаем имя победителя. Для этого приглашаем следующего гостя на сцену. Я, қымбатты ханымдар мен мырзалар, үздік зерттеу, енді менің ойымша қоғам қайраткерін шақырғанымыз дұрыс болады. Осы ретте Сауытбек Абдрахманов мырзаны шақырғымыз келіп отыр. Сіздердің қошеметтеріңізбен. Сейчас мы узнаем имя победителя в номинации «Лучшее журналистское расследование», друзья. Қош келдіңіз. Ардақты достар, жарты ғасырдан асатын дейтіндей журналистік жолымызда барлық жанрларда дерлік қалам тартып көрген жайым бар. Репортажда, очеркте, портреттік очеркте, суреттемеде, сұхбатта, талдамалы мақалада, бірақ қалам термемеген бір жанр, ол журналистік зерттеу. Мәселе бір қопарып, негатив іздеуге бейінбікте ғана емес, бұл жанрдың өзіндік ерекшеліктері өте көп, күрделі. Наличие журналистского расследования – это признак, один из первых признаков качественной прессы. Потому что тот, кто ведет журналистские расследования, он обычно готовится долго, планомерно, исследует проблему. И только в таком случае создаются журналистские расследования в полном смысле этого слова. Я с радостью оглашаю победителя этой номинации Анна Величко. Анна Величко, победитель в номинации «Лучшее журналистское расследование». Жылдың үздік журналистік зерттеуі Анна Величко. Қошеметтеріңізді алмаңыздар, құттықтап қояйық. Замечательная поддержка, прямо такие живые эмоции. Друзья, еще, я думаю, достойно поддержки. Ну и, конечно же, ваши искренние эмоции. Анна, хотим услышать. Вам слово. Ну, знаете, спасибо большое за эту номинацию, за этот приз. И наш мэтр журналистики сказал абсолютно верно, что журналистское расследование возможно лишь в тех СМИ, которые по-настоящему ценят своих сотрудников, дают работать и помогают, защищают в некоторых моментах и поддерживают во всех начинаниях. Поэтому эта победа не только моя, но и всей нашей редакции, «Голос народа», всего нашего медиахолдинга «Халык-ОН». Мы очень громко называемся, и мы действительно даем голос, право голоса каждому. У нас слышат всех. И я надеюсь, что вы о нас еще много чего услышите. Браво! Победитель в номинации «Лучшее журналистское расследование» Анна Величко. Көп рахмет сіздерге, құтты болсын марапатыңыз. Жүлдеңіз құтты болсын. Спасибо за вклад, друзья, и мы продолжаем. Да, в сфере журналистики есть очень много жанров, конечно же, и среди них есть еще один важнейший жанр – это аналитика. Она требует глубоких исследований, всесторонней обработки данных. И, кстати, немало наших коллег, Ганужан, очень хорошо проявляются именно в этом направлении. Я әрине келісемін. Ендеше кезек жылдың үздік аналитикалық материалы номинациясында бұл аталым бойынша
67 өтінім келіп түскен екен. Аз емес менің ойымша. Аз емес, но давай узнаем, кто же стал лучшим в номинации «Лучший аналитический материал года». Внимание на экран. Жылдың үздік аналитикалық материалы. Ерік Рахым, неге.kz. Сұлугүл Бакесова, Forbes Казахстан. Меруерт Сарсенова, Capital.kz. Жанель Жазетова, Информбюро.kz. Жеңімпазды жариялау үшін сахнаға Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі төрағасының орынбасары Еспаева Дания Мадейқызын шақырамыз. Сіздердің қошеметтеріңізбен әрине. Да, среди номинантов было очень много достойных работ. Ну вот она, четверка в номинации «Лучший аналитический материал года». И буквально через несколько секунд мы узнаем, кто же стал победителем. Хош келдіңіз, Дания ханым. Добрый вечер, дорогие друзья. Я с большим удовольствием поздравляю всех нас с таким прекрасным событием в жизни нашего Казахстана. Сонымен. Лучший аналитический материал года Меруерт Сарсенова, Capital.kz. Меруерт Сарсенова, Capital.kz. Жылдың үздік аналитикалық материалы. Жеңімпаз, құтты болсын. Победитель в номинации «Лучший аналитический материал года» в национальной премии «Уркер». Меруерт Сарсенова, мы вас искренне поздравляем. И эти аплодисменты звучат в вашу честь. Браво! Мы хотим услышать ваши слова и эмоции. Спасибо большое, я очень волнуюсь. Я благодарна за эту премию, прежде всего жюри, своим коллегам, всех тех, кто верил и поддерживал меня. Рада служить на дело журналистики. Ура! Спасибо за вклад. Мы поздравляем вас с победой и провожаем. Құтты болсын. Ордарыңызға жайғасуға сұраймыз. Рахмет, Дания ханым. Ну и мы продолжаем, Ғалымжан. Қазақ тілінде ақпарат тарататын шетелдегі баспа, радио, интернет, журналистика саласындағы әріптестерімізде ұмыт қалдыруға болмайды. Өйткені олар халықаралық деңгейдегі бақ қатарына жатады. Знаешь, ты вот хорошо подметила, и не переживай, Ғалымжан, организаторы подумали и об этих коллегах тоже, и подготовили номинацию «Лучшая международная СМИ года». Давайте узнаем, кто же в финале. Внимание на экран. Үздік халықаралық бақ. Баспа, радио, интернет журналистика саласындағы. Қазақ елі журналы. Түркия. Баян Өлги. Баян Өлги аймағының бұқаралық радиосы. Монголия. Шүйдің нұры газеті. Ресей. Нұрлы жол газеті. Өзбекстан. Жеңімпаздың есімін жариялау үшін сахнаға Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Нұртөре Жүсіп ағамыз шақырамыз. Сіздердің қошеметтеріңізбен халықаралық деңгейдегі үздік бақ өкілдері. Кім екен? Да, буквально через несколько секунд мы узнаем, Қайырлы кеш, кто же стал победителем в номинации «Лучшая международная СМИ». Ал, сөз кезегі өзіңіздегі. Армысыздар ағайын, әріптестер. Мына жұлдыздар аспанда, үркерде сонда. Ал енді мына жердегі жұлдыздар осы ортамызда қазір атнатаймыз. Жұлдызды қолға түсіруге болады екен, ұстауға болады екен. Үздік халықаралық баспа, радио, интернет, журналистика саласындағы Қазақ елі журналы Түркия. Құтты болсын. Қазақ елі журналы Түркия. Победитель в номинации «Лучшая международная СМИ» Қазақ елі. Үздік халықаралық бұқаралық ақпарат құралдары. Мы искренне поздравляем вас с победой, друзья, и эти аплодисменты звучат в вашу честь. Спасибо за вклад. Пусть ваше достижение замотивирует многих.
Сөз кезегі өздеріңізде. Қайырлы кеш баршаңызға, көп рахмет. Мен Қазақ елі журналының қазақстандық тілшісі Қожабаева Динара Абылайқызы болам. Бас редакторымыз Ертолқын Гайретоллах мырза жол қашықтығына байланысты келе алмады. Жалпы Қазақ елі журналы Түркиядағы, Европадағы жалғыз қазақ тілді басылым. 2016 жылдан бері бүгінге дейін 13 номері шыққан. Ол әр санның артында Түркиядағы қандастарымыздың ерен еңбегі жатыр. Сол еңбектің ескеріліп, еленіп жатқанына қуаныштымыз. Көп рахмет. Көп рахмет. Біз де қуаныштымыз. Тағы да марапатыңыз құтты болсын. Сөз кезегі өзіңізде. Достар, кеш жарық, мен де өзім марапат алғандай қобалжып отырмын. Себебі бұл марапат біздің отандастар қоры коммерциялық емес акционерлік қоғамы шеңберінде шетелдегі қазақ тілді бақ ассоциациясының таңдаулы мүшелері қатысты. Жалпы алғанда 5 елден 20 бақ құрылымдары кіреді. Бұл жолғы номинацияға 12 бұқаралық ақпарат құралдары қатысты. Өткен жылы қонақ ретінде қатысқан болатын. Биыл нағыз жүлдеге сіздермен бірге қатысып отыр. Әрине бұл жерде айтатын мәселе, олар біздің ата жұртымыз Қазақстанға, әсіресе сіздерге отандық, ұлттық журналистика саласының майталмандарына, сіздерге мынау үркер жұлдызындай, сондай үмітпен, сеніммен қарайды. Сондықтан бірінші кезекте Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігіне осындай жүлдені бергені үшін, тағайындаған үшін шынайы ризашылығымды білдіремін. Бүгінгі осы конкурсқа қатысқан әрбір номинанттарды шын жүректен құттықтаймын. Рахмет. Рахмет. Марапаттарыңыз құтты болсын. Біз де шын жүректен құттықтаймыз. Осы салада істеп жатқан қызметіңізге алғыс білдіреміз. Қосып жатқан үлесіңізге 1000 алғыс. Жалғастырайық. Айта кету керек, енді халықаралық бақ үркер ұлттық сыйлығының жаңадан қосылған 3 аталымының бірі жеңімпазы анықтадық. Сәлден соң өзгелерін білеміз. Ал енді дәл қазір барша жеңімпаздардың құрметіне Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік концерттік ұйымының солисі, жыршы термеші Айгүл Елшібаева өнер көрсетеді. Қарсы алыңыздар. Қошеметтеріңіз.
Общественность объединяет культуры и народы, и, конечно же, эпохи. Мы говорим, что в 21 веке в тренде распространение видеоновостей. Но, несмотря на это, в информационном пространстве особое место занимает и информационные порталы. Они делятся новостями в режиме 24/7, успевают быстро и проверить данные и обработать. Енді мен ойымша қазіргі ақпараттық технологиялар заманында көштен қалуға болмайды. Керісінше жылдамдыққа ілесіп, тіпті алға шығып та отыру керек. Сонда ғана ақпарат ағымына ілесе аламыз. Одан бөлек сенімді сұрыпталған ақпаратты жеткізу қажет. Ендеше жылдың үздік жаңалықтар порталы номинациясының шорт парақшасына көз салайық. Кімдер бар екен? Жылдың үздік жаңалықтар порталы неге.kz, стан.kz, нур.kz, голоснарода.kz. Вот они, финалисты. И чтобы определить победителя в номинации «Лучший новостной портал года», на сцену приглашается генеральный директор телерадиокомплекса президента Республики Казахстан Кажибаева Раушан Жанабергенқызы. Қош келдіңіз, төрлетіңіз. Ал, үздік ақпарат портал. Расымен де үздіктер номинанттар қатарында. И через несколько секунд мы узнаем имя лучшего. Қайырлы кеш, құрметті әріптестер, байқауға қатысушылар. Үркер үздік сыйлығымен шын жүректен сіздерді құттықтаймын. Баспасөз, радио, интернет саласының үздіктерді біз қазір анықтап отырмыз. Еңбектеріңіз еленіп, биіктен көріне беріңіздер. Ал енді жылдың үздік жаңалықтар порталы неге.kz. Неге.kz, жылдың үздік ақпараттық порталы. Құтты болсын. Друзья, победитель национальной премии «Үркер» в номинации «Лучший новостной портал года» Неге.Медиа. Какая поддержка, друзья! Заслуженная победа! Ал марапатыңыз құтты болсын. Кешар достар, ергезегі үшке дейін биыл 3-ші жыл қатарынан қатысып отырмыз. 2 жыл қатарынан номинант атандық, ал биыл 2 бірдей номинация бойынша үміткер болдық. Бұл біздің биылғы жылғы еңбегіміздің көрсеткіші деп білем. Және дәл осы уақытта неге деген өмірлік сұрақтың бір жауабын алғандаймыз. Мәдениет және ақпарат министрлігіне және еңбегімізді әділ бағалаған жюрилерге, редакция атынан және өзім атынан алғыс айтамын. Рахмет сіздерге. Сіздердің арқаларыңыз. Құтты болсын марапатыңыз. Көп рахмет. Сізге де алғыс білдіреміз. Сізге де қызметіңізге алғыс білдіреміз. Продолжайте быть на пульсе событий. Друзья, американский политолог Богдан Бжезинский сказал: от поднятия тяжести крепнут мускулы, от слушания радио крепнут уши. Дорогие зрители, знаешь, я бы добавила, дорогие слушатели, прямо сейчас мы определим, кто же станет лучшим в номинации «Лучшее радио». Радио арқылы біз кез келген уақытта, кез келген жерде соңғы ақпарат алатынымыз рас. Онда қызмет ететін әріптестерімізге ерекше бас иеміз. Себебі экран емес микрофонның арғы бетінде отырып, тыңдарманын жібермеу бұл керемет менің ойымша. Тікелей эфирде қалжыңмен ақпаратпен бөлісу оңай емес. Олай болса, үздіктердің есімін білейік? Радиостанциядағы үздік жоба номинациясының үміткерлерімен танысайық. Радиостанциядағы үздік жоба. Жаңа FM радиосы, Зеленая волна бағдарламасы, Қарағанды қаласы. Астана FM радио арнасы, ақпараттық әлеуметтік бағдарламасы. Орда FM, жастар бағдарламасы. Той Думан радиосы, Беташар шоу. Вот они, финалисты, друзья. И для объявления победителя и вручения премии «Үркер» в номинации «Лучший проект на радиостанции» приглашаем на сцену журналиста, члена жюри Махаббат Есен. Махаббат ханым, қош келдіңіз.
легкой руки Махаббат Ханым мы узнаем имя победителя. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, уважаемая аудитория. С огромным удовольствием сегодня я вручаю эту номинацию, потому что хочу поделиться некоторыми фактами. Во-первых, первое впечатление мы производим за первые 9 секунд. Но когда мы видим визуально этого человека, потому что внимание состоит из 60% того, как мы оцениваем, насколько привлекателен этот человек. И 30% это наша подача. Вот представляете, как у нас мало по-настоящему шансов понравится вам, дорогие слушатели. И мы действительно очень стараемся. Мы стараемся через уши достучаться до вашего сердца, до души, до разума. И не зря говорят исследователи, что тембр — это голос души. И как же здорово, что на языке души мы можем вести самые разные диалоги. Проект «Жастар», Орда-ФМ, про истории, которые сложно выдумать. Я приглашаю своих коллег на сцену. Поздравляю! Вау! Ура! Радиостанциядағы үздік жоба Орда ФМ. Лучший проект на радиостанции. И в этой номинации лучшим победителем становится наше любимое радио Орда ФМ. Жастар бағдарламасы, құтты болсын. Давайте так, кто слушает Орда ФМ, пожалуйста, аплодисменты в честь победы. Да. Ал жеңімпаздың сөзі. Қайырлы кеш, құрметті әріптестер. Былтыр бір арнаға берген сұхбатында ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы біз өз тағдырымызды өзіміз шешуіміз керек деп айтқан болатын. Бүгін жеңіске жетіп отырған жастар бағдарламасы сол талантын ұштап, талабына ертеп, мініп, өзінің тағдырын өзінің қолына алған, кәсібін нәсіп еткен жастарға арналған бағдарлама болатын. Сол бағдарламамыздың маңызын бағалаған Әділ Қазылар алқасына шын жүректен алғыс айтқым келеді. Көп рахмет. Көп рахмет. Марапатыңыз құтты болсын. Ал біз жалғастырайық, өте қызықты номинация. Енді қазір қолына ұялы телефон, смартфон ұстаған жандардың барлығы бір кішігірім бақ өкілдері десек болады. Ақпарат таратқыш барлығы, оны мойындау керек. Енді сонымен қатар әсіресе фотоаппараты смартфонның жылдан жылға дамып жатыр. Кәсіби фотографтардан кем емес түсіретіндер бар. Дегенмен қалта телефонның ұстағандардың барлығын фотограф деуге келе ме екен? Осындай сұрақ туындайды. Өте жақсы сұрақ қойдың, Ғалымжан. Я с тобой согласна, но среди представителей СМИ, как ты и сказал, есть фотографы, которые не просто делают свою работу, но и делают ее настолько креативно, что впоследствии, когда они запечатлели какой-то момент, это фото разлетается по интернет-пространству и превращается в мемы. Но прямо сейчас, о серьезном, лучшее фото года. Жылдың ең үздік фотосуреті номинациясына іліккен 4 үздік үміткермен таныс болайық. Жылдың үздік фотосуреті. Досжан Балабекұлы, Владимир Третьяков, Валерий Бугаев, Самат Құсайынов. Ендеше кадрларды сөйлете алатын шебер маманның есімін білейік. Сахнаға орталық коммуникациялар қызметі республикалық мемлекеттік мекемесінің директоры Омаров Асқар Қуанышұлын шақырамыз. Қош келдіңіз, Асқар Қуанышұлы. Ал мынау 4 суреттің қайсысы үздік атанады? Қайырлы кеш, құрметті әріптестер. Бүгінгі үркер жүлдесі өте керемет өтіп жатыр. Енді жылдың үздік фотосуреті дейді. Бәріміз, көбіміз газетте істегенбіз, білеміз. Фотокорреспонденттік деген бұл негізі ерекше бір шеберлік. Қазір мобилография бар, видео бар, инфографика, видеографика, оны бәрін пайдаланып жүр бақтар. Бірақ фото деген ерекше. Себебі жақсы фотоның ішінде өмірдің, яғни жанның бір ерекше бөлігі сақталады. Сонымен номинанттың атын айтуға рұқсат етіңіздер. Сонымен жеңімпаз. Не томите, кто же стал? Жеңімпаз Валерий Бугаев. Валерий Бугаев. Лучшее фото года, друзья. И лучший фотограф. Расымен көріп отырмыз. Өрт кезінде түсірілген сурет. Мы искренне вас поздравляем и передаем слово.
Спасибо организаторам, спасибо жюри за высокую оценку. Я своей работой хочу лишний раз напомнить, как важно тепло в доме, какими трудами оно достается. Этот снимок был сделан в Экибастузе в ту роковую ночь, когда 30-градусный мороз. Люди боролись за то, чтобы нам было тепло. Спасибо всем. Спасибо вам за этот потрясающий кадр. Марапатымыз құтты болсын. Ал кезекті номинация иегерлерін, жеңімпаздардың есімін білдік. Ал енді? Білдік, және дәл қазір меніңше сәл ғана үзіліс жасау керек секілді, потому что, друзья, для всех победителей звучит следующая потрясающая музыкальная композиция. Этого певца мы все любим. Итак, друзья, сахна төрінде талантты әнші Мәди Сыздықов. Сенемін келеріне бір бақыт, күтсей қоңыстасы баз бақыт. Тек мені сеніммен құтқара аламын. Бірге жүрсек азара қалаңдаймын, бірге болсақ уайымға қамалмаймын. Тек мені сеніммен емдей аламын. Қалалары, далалары, жағалаулары, сенсіз жанна жоқ, қаңырап бос қалады. Көшелері саябады, сән бейнелері, сенсіз сүйкімсіз сыр көрінеді. Сенемін келеріне бір бақыт, күн батса бүгін ертең таң атып, бір келеді кетеді бәрі өтпелі. Бірге жүрсек жақсыға елеңдеймін, бірге жүрсек жаманды елемеймін. Мен сен барда ешкімге өкпелемеймін. Қалалары, далалары, жағалаулары, сенсіз жанна жоқ, қаңырап бос қалады. Көшелері саябады, сән бейнелері, сенсіз сүйкімсіз сыр көрінеді. Сондықтан көп сөз артық, ойлана келсем толқып. Дәл осы сәт екен бұл, біз күтіп жүрген бақыт. Қалалары, далалары, жағалаулары, сенсіз жанна жоқ, қаңырап бос қалады. Көшелері саябады, сән бейнелері, сенсіз сүйкімсіз сыр көрінеді. Мәди Сыздықов. Қошеметтеріңіз. Ерекше. Көп рахмет. Ал жалғастырамыз енді республикалық бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс істейтін өңірден келген қаншама әріптестеріміз бар. Оларды мен ерекше құрметтеймін, бағалаймын, себебі нағыз мамандар. Кез келген дүниені жасап шығарады. Өзіміз шыққан ордамыз. Әмбебап ол кісілер негізі. Вот, әмбебап демекші, они универсальные профессионалы, которые, смотри, если оператор, он может монтировать обязательно. И если нету журналиста, конечно же, он сам задаст вопрос и проведет интервью. Легко. Ендеше, үркер жүлдесінің кезекті номинациясы өңірлік баққа арналады. Экранға назар аударыңыздар.
Үздік өңірлік бақ. Жетісу газеті, Жетісу облысы. Алатау арайы газеті, Қонаев қаласы. Панорама Шымкента газеті, Шымкент қаласы. Сыр бойы газеті, Қызылорда облысы. Олай болса, жүлдегердің есімін есту үшін үздік өңірлік бақ номинациясының иегерін анықтау және үркер сыйлығын табыстау үшін сахнаға Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясының басқарма төрайымы Танспай Лязат Мұратқызын шақырамыз. Сіздердің қошеметтеріңізбен. Қош келдіңіз, Лязат Мұратқызы. Кеш жарық. Кеш жарық, құрметті әріптестер, мереке құтты болсын. Негізі осы жердегі бақ жетекшілердің барлығымен мен келіседі деп ойлаймын. Біз өзімізге редакцияға маман іздеген кезде, бірінші кезекте өңірлік бақ редакцияларынан іздейміз және ең мықтыларын, ең үздіктілерін өңірлерден тартамыз. Ол жасырын емес, я. Сондықтан да келесі номинацияны ерекше қуанышпен хабарлағым келеді. Үздік өңірлік бақ, лучший региональный СМИ года, Сыр бойы газеті, Қызылорда облысы. Қызылорда облысы, Сыр бойы газетім тарихы тереңде жатқан. Лучшие региональные СМИ, друзья, победитель Сыр бойы газета. Қызылорда облысы газеті Сыр бойы. Не хватает только поддержки, друзья. Да. Үздік өңірлік бақ. Браво. Сөз кезегі өзіңізде, жүлдеңіз құтты болсын. Рахмет, қайырлы кеш. Бүгінгі үркер ұлттық байқауына қатысып отырған достар. Біздің Сыр медиа серіктестігіне қарасты Қызылорда облыстық Сыр бойы газетінің қазақ журналистикасындағы шоқтығы биік сыйлық, үркер ұлттық сыйлығына лайық болғанына біз өте үлкен қуаныштымыз. Сіздерге көптен көп рахмет, Әділқазы мүшелеріне баршаңызға табыс тілеймін. Рахмет, марапатыңыз құтты болсын. Тағы да жүлдеңіз құтты болсын. Рахмет. Енді ақпарат саласының кез келген жанрында өнім жасау үшін үлкен командамен қоса техникалық мүмкіндіктен айтарлықтай болу керек. Оны бәріміз жақсы білеміз. Дегенмен қазір бір заманауи сала бар. Тек ноутбук пен микрофонды және керемет интервьюерді талап етеді, мен ойымша. Бұл подкаст. Бәріміз подкаст тыңдаймыз бос уақытымызда кез келген жерде. Оны видео нұсқасында қараймыз, RSS арнасы бойынша аудио нұсқасында қараймыз. Үнемі подкастқа тыңдайтынымыз. Сүйікті подкастерлер осы залда отыр дәл қазір. Ең басты, ең қажетті тек екі құрылғы дейсің ғой. Ешқандай қиналудың қажеті жоқ. Ну и, конечно же, новшество этой премии в этом году. Хорошая новость для всех. В этом году в награждении премии «Үркер» включены целых 3 новые номинации. Одна из них, как объявил мой дорогой соведущий Галмжан, подкаст, друзья, лучший подкаст. С помощью подкастов сегодня стала доступнее информация на важные темы, различные мнения, интересные высказывания. И, конечно же, большая заслуга журналистики заключается в развитии сознания людей. Вот в этом вся суть и смысл. Давайте же узнаем, кто стал номинантом «Лучший подкаст года». Үздік подкаст. Зере. Мәншік Асалтай. Дөпсөз. Жомарт Аралбайұлы, Арсен Түсіпбек. Ой детокс. Әйнел Әмірхан. Момский әңгіме. Жетен дәурен. Тамаша, барлығы керемет подкаст, мен ойымша тыңдаған жандар жетерлік бұл залда. Енді жеңімпазды көпшілікке паш ету үшін, үркер сыйлығын табыстау үшін сахнаға белгілі журналист Ольга Цойды шақырамыз. Ольга ханым, қош келдіңіз. Да, я напомню, что это одна из новых номинаций в этом году. Ой детокс, Зере, Мамский әңгіме. И слово вам. Добрый вечер, коллеги. Я хочу сказать, что для меня большая честь оказаться в этом году в составе жюри. Я первый раз, я как новостной журналист просто обязана вам рассказать, что на самом деле были и жаркие баталии, и было 100% попадание по номинациям, когда мы все члены жюри проголосовали за, в одной номинации за одного человека. Это было просто потрясающе, конечно. Спасибо организаторам за то, что есть такая теперь номинация. Я думаю, что это стимул, чтобы в будущем году создатели подкастов соревновались, а значит, улучшали свое качество. Ну и теперь я готова объявить. Итак,
номинации «Лучший подкаст года» побеждает «Ой, Детокс» Айнель Амирхан. Ой, Детокс Айнель Амирхан. Лучший подкаст года, друзья. Қошеметтеріңізге амаңыздар. Я өте пайдалы подкасттардың бірі. Биылғы Ойыңызға детокс жасап жүріңіздер. Құтты болсын жүлдеңіз. биылғы қосылып жатқан жаңа номинация. Жеңімпазға сөз кезегін ұсынайық. Айнель Амирханова. Ал. Қайырлы кеш, құрметті жиналған қауым, шын мәнінде маған күтпеген сыйлық болды. Көп рахмет, енді толқып тұрмын, күтпедім. Барлық өзімнің ой детокстың тыңдармандарына, көрермендеріне, қонақтарына, ата-анама алғыс айтамын. Рахмет. Тамаша. Ең басты шынайы эмоцияңызға рахмет. Жүлдеңіз құтты болсын. И вот на этой позитивной ноте, мне кажется, пришла пора объявить еще одну новую номинацию сегодняшней премии. С каждым годом появляется много разных способов распространения информации, все больше увеличивая информационную область. Большой вклад внесли, конечно же, информационные YouTube-каналы. Раз уж мы говорим про подкаст, давай уже затронем и YouTube-каналы. Друзья, не будем томить сразу. Внимание на экран. Лучший YouTube-канал года. Үздік YouTube каналы. Абай Сайфоллаулы. Абай Лайф. Ренат Ташкембаев. Студия «Другие места». Байдалы Жазира. Саяхат Тайм. Болат Бухарбай. Жақсы болат. Ал, кім жеңімпаз атанады екен? Ол үшін келесі қонағымызды сахна төріне шақыруға рұқсат етіңіздер. Итак, приглашаем на сцену известного журналиста Молдияра Ергебекова для определения лучшего победителя в этой номинации. Молдияр мырза, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Үздік ютубер кім атанады екен? Қайырлы кеш, ханымдар мен мырзалар. Негізінде YouTube әлеуметтік медиа. Соған қарамастан, әлеуметтік, жай бір қарапайым әлеуметтік медиа емес, сонымен қатар альтернатив медианың өндірісінде біздерге өте үлкен платформа ұсынып отырған интернет-портал. Және осы үркер бәйгесі, әсіресе бүгін подкастинг алып жатыр жүлде. Осындай альтернатив медианы да өзінің қамту аясына алып, оларды да марапаттауы өте құптарлық жайт еді. Мен бұны көрген кезде биыл өте қатты қуандым. Ал енді биылғы жылдың бұл үркер бәйгесі тарихындағы алғашқы үздік YouTube каналы сіздерге айтайын. Абай Лайф. Абай Сейфулла. Абай Сейфулла, Абай Лайф. Өзінің YouTube арнасында өткір сұхбаттарымен біраз қаралып жиналып жүрген әріптесіміз. Лучший YouTube-канал года, друзья. Можно еще раз поаплодировать за вклад в развитие этой сферы. Абай Сейфулла, Абай Лайф арнасы, YouTube арнасы. Ал Абай, бөлісіңіз эмоцияңызбен. Рахмет Молдияр аға, құрметті әріптестер. Шын мәнінде биыл бірінші рет қосылып отыр ғой YouTube арналар. Менің айтайын дегенім, дәстүрлі бақта жүрген көптеген әріптестеріміз альтернативті медиаға барып, эксперимент жасап, өздерінің шығармашылық еркіндігін байқап көруге осы салаға көптеп келіп жатыр. Ең бастысы, бұл арналардың көбі қазақ тілінде жұмыс істеп жатыр. Сол себепті қазақ тілді контенттің YouTube'та басқа да платформаларда көп болуы біз үшін, келешек ұрпақ үшін өте маңызды. Әділқазылар алқасына көп рахмет. Сәттілік тілеймін бәріне. Құтты болсын. Абай, Молдияр аға, сізге де алғысым шексіз. Жүлдеңіз құтты болсын, орныңызға шығарып саламыз. Төрлетіңіздер. Рахмет. Да. Дорогие зрители, вам хорошо известно, что первая общенациональная газета «Казах» начала выпускаться со 2 февраля 1913 года. Демек, биыл мерейтой халықтың көзі, құлағы һәм тілі болған Қазақ газетінің 110 жылдығы құтты болсын, әріптестер.
Үркер ұлттық байқауының биылғы марапаттау рәсімі осындай дөңгелек даталармен тұспа-тұс келгенде тегін емес шығар, иә? Куантат. Знаете, мы вручили 12 статуэток национальной премии «Үркер», но награждение на этом не заканчивается. Мы подготовили еще одну специальную премию. Иә, арнайы жүлдені табыстау үшін сахнаға Қазақстан Республикасының мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Карим мырзаны шақырамыз. Ерлан Тынбайұлы, төрлетіңіз. Мне кажется, это самая главная интрига вечера. Специальная премия. Қош келдіңіз. Рахмет. Баршаңызға белгілі, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен елімізде ауқымды саяси және экономикалық реформалар жүзеге асырылып жатыр. Түркістанда өткен ұлттық құрылтайдың 2-ші отырысында президент әр азаматтың сана сезімі өзгермей, халқымыздың дүние танымы, өмірлік ұстанымдары өзгермей, басқа бір реформаларын іске асуын мүмкін емес екендігін айтқан болатын. Мемлекет басшысы ұлттың жаңа сапасын қалыптастырып, рухани және мәдени құндылықтар жүйесін жаңарту міндетін қойды. Өйткені сана өзгермей, сапа өзгермейді. Сондықтан ұлтымыздың тарихи санасын жаңғырту, мәдени мұрамызды жан-жақты дәріптеу, жас ұрпақты еңбекқорлыққа, кәсібилікке, отансүйгіштікке тәрбиелеу баршамыздың ортақ міндетіміз. Осы орайда барлықтарыңызбен алдағы уақытта бірлесіп үлкен жұмыс атқаратынымызға сенемін. Өйткені бүгінде қалам ұстаған, микрофон ұстаған қауымның алдында миссиясы үлкен зор. Биыл қазақ баспасөзі бастау алған қазақ газетінің жарық көргеніне 110 жыл толып отыр. Осы жылдан бастап қазақ газеті жарық көрген алғаш шыққан 2 ақпан ұлттық баспасөз күні деп белгіленді. Бар жоғы 5 жыл жарық көрсе де, қазақ газеті мемлекетіміздің тарихында өшпес із қалдырды. Із қалдырып, міне ғасырдан ғасырға жалғасып, ұрпақ санасында қайта жаңғырып жатыр. Оның бір айқын дәлелі бүгін өтіп жатқан Үркер ұлттық сыйлығының аясында қазақ газетінің 110 жылдығына орай арнайы жүлде тағайындалып отыр. Бұл да кезінде Әлекеңнің, Ахаңның, Жақаңның қолтаңбасы қалған басылымға деген құрметтің бір белгісі болар. Сондықтан, құрметті әріптестер, Үркер ұлттық сыйлығының қазақ газетінің атында тағайындалған арнайы жүлдені табыстауға рұқсат етіңіздер. Үркер ұлттық сыйлығының қазақ газетінің 110 жылдығына арнайы тағайындалған жүлдесі Ана тілі газетіне табысталады. Қошеметтеріңізге амаңыздар, арнайы жүлде Ана тілі газеті. Марапатыңыз құтты болсын. Специальная премия и награда этого проекта. Қайырлы кеш, қадірлі қауым. Тәуелсіздігімізбен тел өмірге келіп, өсіп келе жатқан және тәуелсіздігіміздің төл басылымы ана тілінің дәл осы сыйлықты алуы бұл кәдімгі бір дәстүр жалғастығы секілді. Ахаңның, Ахмет Байтұрсынұлының сөзі мен суретін маңдайына тұтқан газеттің, дәл қазақ газетінің атындағы жүлдені алуы бұл бізге көрсетілген, әрбірімізге көрсетілген құрмет деп білемін. Тілшіге, әрбір тілмен тағдырын байланыстырған сөз ұстаған әрбірімізге көрсетілген құрмет деп білемін. Рахмет. Құтты болсын марапатыңыз. Дәл қазір жеңімпаздардың құрметіне еліміздің абыройын асқақтатып жүрген домбырашылар Темірлан мен Ернат және Намат хореографиялық академиясының өнерпаздары өнер көрсетеді. Қабыл алыңыздар. Қарсы салыңыздар.
Қошеметтеріңізге оңаңыздар. Темірлан мен Ернат және Намат хореографиялық академиясының шәкірттері. Қымбатты көрермен, енді тарихи сәттің куәгерлері болдыңыздар. Көз алдарыңызда баспа, радио және интернет журналистика саласындағы үздіктер анықталды. Уркер является тем самым проектом, который мотивирует всех работников СМИ. Друзья, от чистого сердца поздравляем всех победителей. Желаем вам больших творческих успехов. Қатысқан және жеңіске жеткен әріптестерімізді шын жүректен құттықтағымыз келіп отыр. Келесі Үркер ұлттық байқауына дейін аман сау болыңыздар дегіміз келеді. Да, до новых встреч, друзья. Надеемся, в следующем году будут новые победители. Пусть вас это не останавливает. Новых побед и достижений. Келесі жүздескенше тәуелсіз еліміздің мерейі қашанда үстем болсын.